Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Үй жағдайында геркулес қосылған печенье дайындап көреміз. Ол үшін 2 жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Және шай ішетін пиаламен жарты пиала шекерімізді азыдан салып отырып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Және 200 грамм ерітілген сармайымызды қосып жақсылап араластырамыз. Және қоспамыз қою болғанша ұн қосамыз. Шамамен шай ішетін пиалайдай 1 пиала немесе 1,5 пиалайдай кетеді. Және 1,5 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Осындай қоюлықта болғаннан кейін енді геркулесімізді қосамыз. Сорпа ішетін кесемен 1 кеседей геркулес қосамыз. Және оны жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мен геркулесті көз мөлшерімен өлшедім. Жобамен сорпа ішетін кесенің көлемінде 1 кесе геркулес кетті. Міне қоспамыз дайын болды. Осындай болу керек. Енді оны тапамызға пергамент қағазын төсеп, осындай ас қасықпен 1 ас қасықтан салып, арасын ашық-ашық қылып саламыз, өйткені пешкаға салған кезде үлкен боп көлемді болып кетеді, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Міне печеньеміз дайын. Міне ортасын көріңіздер, құп-құрғақ болып, әдемі болып, песочный болып піскен. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де қазақша каналды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет.